Сәлем достар, бүгін сіздермен қиярды қысқа дайындайтын боламыз. Алдымен қиярымызды тазалап жуып алып, таза банкіге осылай етіп саламыз. Мен ішіне чеснок, укроп, лавр жапырағын, хрен жапырағын салдым. Оның үстіне қайнаған суымызды құямыз. Таза қайнаған суды құйып, аузын кішкене жауып тұрамыз. Жарты сағаттай тұрған соң оны төгіп тастап, басқа таза суды тағы да қайнатып құямыз. Бұл да 10-15 минут тұрады. Тұрған соң оны да төгіп тастап, ішіне 2 қасық тұз, 3 қасық қант саламыз. Тағы да ішіне уксус 1 қасық, кішкене қасықта, сосын лимоновый кислота бұрыш саламыз. Лимоновый кислота жарты қасық, 1 аспирин сал жереміз. Енді су құямыз, таза қайнаған су құямыз да жауып қоямыз аузына. Аузын жауып болған соң шайқап 1 күнге ыстық жерге орап қоямыз. Сіздер де дайындап көріңіздер, өте күшті шығады.